жатыр. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі бала Рахат Айбекке міне қанша жылдан бері сабақ жүргізіп келе жатыр. Бірінші өзімнің желісімді жағымды ахуал орнатудан бастайықшы. Яғни барлығымыз әртүрліміз, бірақ теңбіз. Оны қалай орындаймыз? Яғни әр қатысушы өзінің ерекшелігін, бойындағы ерекшелігін айтады. Және екіншісі мынандай мысалы, мен өте сезімталмын, бірақ мен саған көмектесуге әрдайым дайынмын, қолдау беруге. Сол сияқты жалғастыра береміз. Түсінікті ғой, иә? Мен өте көңілімге алғышпын, бірақ өзада саған психолог болғаннан кейін ішімдегімді ақтарамын. Мен де әр кезде көмек қол ұшын беруге дайынмын. Сізге қандай жағдай болса да көмек беруге тырысамын. Өзімді ақкөңілмін деп есептеймін. Әрқашан сізге қол ұшын беремін. Мен өте мейірімдімін. Мен сізге Қандай жағдай болғанда да қол ұшын беруге дайынмын. Ақкөңілмін деп ойлаймын. Сізге әрқашан да көмек қол ұшын созуға дайынмын. ерекше баланы алып келді. Жақсы. Демек, әр сыныпта Валентин айтып еді ғой, қазіргі кезде расында да енді қай кезде іске асатыны белгісіз, бірақ бүгін болмаса да ертең мына алдыға қойған мақсаттарды орындамай келген, кез келген уақытта біздің ортамызға, яғни балалардың мына 100% өзіне 12 мүшесі сау баланың жанына, яғни кішкене ерекше баланы алып келіп отырғызуы өте мүмкін. Мына жерде қазір көрдік әріптестер, ойнап жүрген, жүгіріп жүрген балалардың ортасына мүгедектік арбасына таңылған ерекше баланы алып келген сыныпқа. Енді келесі мынаған назар аударайықшы. Бүгінгі маған берілген енді тапсырма сондай ерекше балалармен заманауи әдіс-тәсілдерді біз қалай қолданамыз, қандай әдіс-тәсілдерді қолданамыз. Ең бірінші, қандай әдіс-тәсілдерді қолдануымыз қажет екен сондай балалармен. Ол баланы мектепке, сыныпқа алып келіп отырғызған кезде. Дифференциалды оқыту, яғни тапсырмаларды деңгейлеп беру. Одан кейін қолжетімді оқу мақсаттары болу керек, жаңағы балаға ерекше. Екінші, Universal Design for Learning UDL қойылған ақпаратты әртүрлі форматта ұсыну. Бұл екіншісі, өз қабілетіне сай жауап беруіне мүмкіндік жасау. Келесі, мультимодельді әдіс дейді екен. Көру, есту, қимыл арқылы оқыту, сурет, бейне, схема қолдану. Соңғысы және ақыты қолдану, мысалы ертең сіздер Валентин айтып өтті ғой, жиі қолданып сабақ өткізуіміз қажет екен. Енді осы жерде интерактивті платформалар және арнайы қосымшалар, аудио, субтитр және егер де